Қайырлы күн, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін ешқандай да сүтсіз, сумен ғана жасалатын өте дәмді, нәзік және де ажурный болып шығатын, бір жасағаннан шығатын құймақтар, яғни блинчиктер дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан жаңа рецепті ең алғаш болып көретін боласыздар. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер, аз ғана уақыттарыңыз алатын өте дәмді блинчиктер. Ең бірінші ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз, үстіне қант қосамыз. Осы 2 қоспамызды жақсылап тұрып венчигіміздің көмегімен араластырып аламыз. Келесі кезекте үстіне күнбағыс майын құямыз, яғни сұйық майымызды. Қайтадан араластырып аламыз венчикпен. Енді ең бірінші бөлме температурасындағы тұрған суымызды құямыз, араластырамыз. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мен барлық қоспаларды алдын ала дайындап алдым. Ұнымды да алдын ала електен өткізіп алдым. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды аз мөлшерден сала отырып, осылайынан венчикпен араластырамыз. Біздің ұнымыз түйіршік, яғни комочек болып қалмауы керек, сондықтан венчикпен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді бұны шет жаққа қойып қоямыз. Бөлек ыдысымызға қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, үстіне 1 шай қасық толтырмай ас содасын саламыз. Толтырмаңыздар, және де ас содасын міндетті түрде осылай қайнаған суда араластырып алыңыздар. Сол кезде бізде құймақтардан ас содасының дәмі шықпайды. Одан кейін сол суымыздың барлығын қайтадан сұйықтығымызға құйып, барлығын біріктіріп, осылайынан венчигіміздің көмегімен араластырып аламыз. Қараңыздар, менде осындай сұйықтықта пайда болды. Сұйық болуы керек, міндетті түрде қараңыздар, осындай болады. Енді блинчигімізді пісіруге кірісеміз. Өзіңіздердің қалауларыңызша табада немесе блинцада істесеңіздер болады. Мендегі табаның диаметрі 22 см. Ең бірінші блинчикті пісіргенде астына май жағып барып пісірсеңіздер болады. Одан кейінгі блинчиктерға мен май жағып қолданған жоқпын. Тура осылайынан барлық блинчиктерімізді пісіріп аламыз. Негізі осы құрам бойынша дәлмелер жасайтын болсаңыздар, сіздердің блинчиктеріңіз табаға жабыспауы керек. Егер де қандай да бір жағда жабысатын болса, ол кезде сіздердің табаларыңызды басқа табаға ауыстыру керек. Осы блинчиктердің құрамына қажет заттардың барлығын төмендегі описание бөліміне жазып кеттім. Төмендегі описание бөлімінен көріп алсаңыздар болады. Арасында міндетті түрде блинчиктің сұйықтығын осылайынан араластырып тұрыңыздар. Және де осылайынан міне барлығын мен пісіріп жатырмын. Осымен біздің блинчиктарымыз дайын болды. Өте дәмді, тіпті сүт қолданып та қажет емес. Тек осындай сумен ғана дәмді болып шығатын блинчикке. Міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де қасындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде каналыма шыққан рецепттерді ең алғаш болып көретін боласыздар. Сонымен қатар каналымнан қандай рецепт көргілеріңіз келеді, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Келесі кездескенше.